Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің әдебиеттік оқу сабағынан өтетін тақырыбымыз білім керек бәріне. Енді оқушылар, сіздер бүгінгі сабақтан осы өлеңді мәнерлеп жатқа оқи алатын боласыздар. Енді мына мақалдың мәнін сіздерге түсіндірейін. Оқусыз білім жоқ, білімсіз күнің жоқ. Барлығымыз да біліп отырған шығармыз бұл мақалдың мақсатын. Яғни бұл мақал арқылы бізге білімнің барлық адамға қажет екен, яғни біздің мемлекетімізде барлық азаматтың білімді, сауатты болуы міндетті түрде. Яғни барлық бала мектепке баруы қажет, білімсіз қалмауы қажет. Себебі біздің елде барлық бала өзі сауатты жаза алатын, және де әдеби тілмен сөйлей білуіміз қажет. Ол үшін көптеген кітаптар оқуымыз керек, және де есептер шығара білуіміз. Және бұл алдағы уақытта өмірде жұмыс жасауымызға қажет, және де өзіміздің мақсаттарымызды орындауымызға керек. Сондықтан оқушылар, біздер жақсылап білім алуға талпынуымыз керек, тырысуымыз қажет. Еңбек етіп, үйренуден ешқашанда жалықпауымыз керек. Енді сіздерге қазір мына өлеңді оқып берейін. Білім керек бәріне. Корабльді басқарып, көк жүзіне самғасам, тауды бұзып тас жарып, мұхиттарды жалғасам, таңдандырар бар елді, ғажап үйлер сала алсам, жасартатын әжемді дәрді ойлап таба алсам, сырлары көп ғылымның шешілмеген әлі де, тереңдігі білімнің керек екен бәріне. Фариза Оңғарсынова апамыз жазған. Яғни осы өлеңге қарап отырып, адамға білім не үшін керек екен деген сұраққа жауап беріп көрейік. Ойланып көріңіздер сіздер. Осындай ойларыңызды, адамға білім не үшін керек деген өздеріңіздің ойларыңызды дәптерге жазыңыздар. Енді мен сіздерге түсіндіре кетейін. Яғни корабльді басқару үшін де, үйлер салу үшін де, яғни құрылысшы болу үшін, әжесін жасартатын дәрі ойлап табу үшін де барлығына білім қажет екен. Көрдіңіздер ме оқушылар? Білімсіз біз ештеңе де істей алмаймыз. Себебі барлық затқа біздер көп оқуымыз қажет. Дәрігер болу үшін, мысалы, мұғалім болу үшін барлығына да білім қажет. Себебі біз оқымасақ ешқандай дәрігер бола алмаймыз. Көптеген кітаптар оқу арқылы біз адамдарды қалай емдеуге болатынын білеміз. Ал құрылысшы болу үшін ол құрылысты есептей алу керек. Бұл жерде математика пәні мысалы міндетті түрде қажет. Міне осылай әрбір мамандыққа өзінде қажетті пәндер болады. Сондықтан да оқушылар, біздер тағы да айтам, жақсылап оқуымыз қажет, ешқашан ерінбеуіміз керек. Оқығанның көзі ашық дейді, яғни оқысақ біздер алдағы уақытта жақсы мақсаттарымызды орындай алатын боламыз. Енді Фариза Оңғарсынова апамыздың өмірімен таныс болайық. Фариза Оңғарсынова ақын, аудармашы, білесіздер, аудармашы деген басқа елдің шығармаларын қазақ тіліне аударатын адамды айтады. Фариза Оңғарсынова 1939 жылы дүниеге келген, 2014 жылы дүниеден озған. Атырау облысы Исатай ауданы Манаш ауылында туған. Көптеген жыр жинақтың авторы, үйім менің, отаным және де тағы да басқа жыр жинағы балаларға арналған. Яғни көптеген балаларға арналған жырлар, өлеңдер жазған екен. Енді келесі өлеңмен танысайық. Білім. Білім деген байлық бар. Еш байлық оған жетпейді. Жасыңда оқып жиып ал, тепкілесең кетпейді. Өртіңе ол күймейді, ұрыларда тимейді. Жатып шер жамбастап, жалқауды ол сүймейді. Өтебай Тұрманжанов ағамыздың өлеңі екен. Енді осы оқушылар, осы өлеңді тыңдай отырып, сіздер қандай ой түйдіңіздер? Яғни білім дейтін бұл жас кезімізде оқу қажет екен. Себебі балалар дейтін өте жас кезінде миы қабылдағыш болады.
барлық берген ақпаратты олар миында сақтай алады екен. Сондықтан да біз жас уақытымызды босқа өткізбей, еріншектенбей, ертең оқимын деп жалқауланбай, бүгіннен бастауымыз қажет. Және де оны біз басымыздағы білімді бізден ешкім алып кете алмайды. Себебі ол біздің ары қарай өмір сүруімізге қажет. Және де ол дүние емес, ол бір адамның ұрлап кететін, немесе өртіңе ол күймейді дейді. Яғни ол ешқандай да күйіп қалмайды. Бұл білім өмір бақи өзімізбен бірге жүреді, болады. Біздер ары қарай кітапты оқу арқылы біз дами береміз, өсе береміз. Енді Өтебай Тұрманжанов бұл балалар жазушысы, аудармашы. Ол 1905 жылы дүниеге келіп, 1978 жылы дүниеден озған. Оңтүстік Қазақстан облысында туған. Балаларға арналған Қарлығаш, Жауқазын және де тағы да басқа жыр жинақтары бар. Енді оқушылар, осыны сіздер екі өлеңді де жақсылап мәнерлеп оқисыздар. Үйге тапсырма, осы білім өлеңін жаттап аласыздар. Жақсы оқушылар, сау болыңыздар.